Второй подход 118 килограммов. Да, вот Жазира просит тишины. ...118 келі Жазираның тапсырыс берген салмағы. Бұл салмақты жұлса қазір Жазира. Жоқ, әттеген ай. 118 келі бағын бар Жазираға. Әдетте жаттығу залында алып жүрген ғой бұл салмақты. Бірақ жаттығу мен жарыстың жөні екі бөлек. Бұл жерден де мұны көрермендер барлығы да қарап отыр. Сан мың көрермендердің көз алдында өнер көрсету ол әрине оңай емес. Оның үстінде жат жерде емес, өз елімізде Алаш топырағында Алатау баурайында өтіп жатқан жарыс. Сол себепті міне Жазира да жасындай жарқырақсы келіп ақ тұр, бірақ әттеген ай. Он берем екен өзге спортшыға. Қазір көре жатармыз. Бұны дайындығын пысықтап жатқанда шамар Жазира. Жазираны өз шығатын болды қайтам. Үшінші мүмкіндік Жазира Жапарқұл 118-ді көтеруге тиіс Жазира. Дүйім жұрт Жазираның тілеуін тілеуде. Азия ойындарында дәл осы салмақты бағындырған болатын Жазира. Жаттығудың осы түрі бойынша. Ұстап тұра алды. 118 келі салмақ бағынды Жазираға. Жазира риза міне. Жанкүйерлерге де өзінің қошеметін білдіруде. Жаман емес. Молодец. Обидно только, что второй подход потеряли. На 120 готова была Жапаркуль, говорили мне тренеры на проходках. Но нервы подвели во втором подходе. В любом случае, как минимум бронзовую медаль в рывке Жазира уже заработал. 219 идет Владимир. 4 килограмма. Больше, чем во втором подходе. Седову главное удержать лидерство в сумме двоеборья. Встает Седов. Молодец, Владимир. Сейчас зал готов рухнуть был. 219 килограммов берет Владимир Седов и укрепляет свое лидерство. 407 килограммов у него в сумме. Это на 8 килограммов больше, чем у Дицбалиса. И учитывая, что по сути у него соперников-то не осталось. Вадим Стрельцов много проиграл в рывке. Я думаю, что уже можно поздравлять Седова с местом на пьедестале почета. Жарайсың, Владимир өте жақсы мені көтерді. Тапсырыс берген салмағын енді жеңіс тұғырына көтерілетіні сөзсіз Владимир Седовтың. Владимир Седов Алматы облысының тумасы. 2019 жылғы әлем чемпионы, 2013 жылғы әлем чемпионатының қола жүлдегері, Динамо спорт қоғамының мүшесі, әскери шені кіші сержант. Енді Жасұлан Қыдырбаев қазір назарларыңызда. 221 келі. Жасұланның міне жасындай жарқырайтын сосы. Бас Алаштың азаматы, олға қазақтың ұлы. Жарайсың Жасұлан, міне. Көрдіңіздер, қандай салмақты жігіт. Арда секірген жоқ, берде секірген жоқ, тек қол шапалақта көрермендерге қошемет көрсетті. Ақырын ғана жаттығу залына қайта беттеді. Жасұлан Қыдырбаев, керемет. Қуанып отырмыз. Осындай дарынды жастарды өсіп келе жатқанына еліміздің ауыр атлетикасы өркендеп келе жатқаны міне қайталау барысында көріп отырсыздар.
22 жаста небары. Мына Жасұланның өнеріне түйім жоқ, риза. Этим результатом он сейчас может Седова с пьедестала почета, с верхней строчки подвинуть. Но вы знаете, если это случится, это будет что-то просто невероятное. 229 килограммов Жасулан Кадырбаев на соревнованиях никогда не поднимал. Итак, Кадырбаев против Седова. Владимир Седов ничего не может уже поделать. Все в руках Жасулана Кадырбаева. Его золотая медаль, его звездный час. Ну, в принципе, и серебро для Жасулана — это очень грандиозный просто успех. Но если он возьмет 229 килограммов, это будет просто фантастика. Жасулан встает с этим весом. И вы смотрите, что он делает. Это что-то невероятное. Это что-то невероятное. Жасулан Кадырбаев на дебютном для себя взрослом чемпионате мира становится победителем, оставляя Владимира Седова с серебряной медалью. Міне Қуан Қазақ. Жасұлан Кадырбаев әлем чемпион атанды. Бұған дейін біз қуанғанбыз, Алматы Өтешев күміс алғанда. Жазира Жапарқұл Жанағана күміс алғанда, міне енді Жасұлан Кадырбаев қазақ ауыр атлеттер арасында алғашқы болып әлем чемпион атағына қол жеткізді. Бұл тарихтың жаңа беті. Сөйтіп, Жасұлан өз есімін спорттық тарихқа, спорттық шежіреге алтын әріптермен жазып кетті. Ешкім ойлаған жоқ дәл осындай салмақты көтереді деп. Владимир Седовқа да өте ризамыз. Міне Владимир Седов, Жасұлан Кадырбаев өзге қарсыластардың барлығын жолынан ығыстырып тастады да өзара кімнің алтынға, кімнің қолаға медальға лайық екенін көрсетті. Сол кезде Жасұлан 229 келіге тапсырыс бергенде ешкім ойлаған жоқ еді. Бұл тек қана ойын шығар деп ойлады. Бірақ Жасұлан не бел кетеді, не белбе үзіледі деген қағиданы ұстанды да бірден 8 келі қосты. Басты қарсыласы Владимир Седов өзінің командалық әріптесін басып озып 408 келілік нәтижемен 94 келі салмақ дәрежесі бойынша әлем чемпион атанды. Жасұлан Кадырбаев, жарайсың. Сонымен қатар Владимир Седовты да күміс медальмен құттықтап қояйық. Біз айттық, 94 келі Қазақстан спортына, Қазақстан ауыр атлетикасына құта келген салмақ. Бұл салмақта Илья Ильин тәуелсіз қалғаннан кейінгі жыл. Начальный вес еще выше, потому что на 231 снова вызывает Нурудинова. 233 килограмма у Ильина, это значит, Нурудинов теперь в свою очередь поднял вес, ну, не знаю, до 235, наверное. Да, 235 у Нурудинова, 233 у Ильина. Первый подход Ильина, 233 килограмма. Ильин буквально взлетает сейчас на помост. Взрывается дворец спорта, который сегодня заполнен до отказа. Все билеты были проданы уже заранее. Итак, первый подход Ильина. 233 килограмма. Берет Илья этот вес. Очень быстрый подход. Благодарит Ильин сначала болельщиков, затем благодарит штангу. Ильин лидер соревнований. Мына тамаша келді, көрді, жеңді. Бұл Илья Ильиннің стилі әрине өте керемет. Өзін еркін сезінуде. Біз желесіміз үшін қуанып отырмыз. Дәп осындай нәтижемен Илья Ильин Лондон Олимпиадасында серпе көтеруде 233 келімен жеңімпаз атанған болатын. Бірақ бұл жарыс пен бұл жарысты салыстыруға еш болмайды. Өйткені ол кезде Илья Ильин 94 келі салмақ дәрежеден жүрсе, бұл жолы 105 келі салмақтағы спортшылардың бұл сайысы. Ең басты сөзіне сенімді. Енді міне көріп отырсыздар, жеңіс тұғырына көтерілетін 3 спортшы біздер үшін белгілі. Давид Беджанян. Борьба уже на уровне мировых рекордов. 239 килограммов Нурудинов, 240 килограммов Давид Беджанян поднимает сейчас. Пытается установить новый мировой рекорд. И вы посмотрите, он... Нет, не берет. По-моему, все-таки не взял. Или засчитали ему судьи это результат. Нет. Один не засчитал, двое поставили, взял. Итак, Беджанян
Новый мировой рекорд, второй сегодня. А Илье Ильину для того, чтобы стать чемпионом мира, необходимо будет толкать штангу весом 242 килограмма. Только в этом случае он сравняется с Нурудиновым по количеству килограммов в сумме двоеборья, а по личному весу его обойдет. Итак, Илья Ильин идет на мировой рекорд 242 килограмма. Thank you. Да, Ильин делает это. Илья Ильин устанавливает новый мировой рекорд в толчке 242 килограмма. И в четвертый раз становится чемпионом мира на глазах родной публики. Илья Ильин. Это просто невероятно. Илья Ильин становится легендой при жизни. Великолепная победа. Спасибо, Илья. Мына Илья Ильин, көрдіңіздер, нағыз бұл жігіттің болмысы, бітімі бөлек зілтемірші. Илья Ильин, Қазақстанның мақтанышы. Керемет. Парижде әлем чемпионы атанғанда мен бұл жеңісімді Қазақстанның тәуелсіздігінің 20 жылдығына арнаймын деп айғайлаған болатын. Міне көк байрағымызды көтеріп шығып отыр. Илья Ильиннің бұл нәтижесі расында да керемет. Көрдіңіздер ғой, өзбекстандық Руслан Нуридинов әлемдік рекордты бір келіге жаңартты. Одан кейін Давид Беджанян қайта жаңартты сол әлемдік рекордты Ресей спортшысы, бірақ ақырында Илья Ильин 242 келі салмақты еңсеріп, әлем чемпион атанумен қатар әлемдік рекордқа қайта өзгеріс енгізді. Бұл енді расында да таңдай қағарлық көрсеткіш. Беджанян, Нуридиновтар әрине мықты қарсылас болды. Жанкүйерлерді біраз терлетті деп айтсақ та болады. Бірақ Илья Ильин енді бұндай жігітке, бұндай спортшының өнеріне расында да сүйсінбеу мүмкін емес. Әлемдік рекорд қайта жаңартты Илья Ильин. Төрткүл дүниенің теңдессіз спортшысы. Бұны қайталау барысында тағы да көріп отырсыздар. 85 келі салмақта алғаш рет әлем чемпионы атанған болатын. Одан кейін 94 келі салмақта бірер жыл ешкімге дес берген жоқ. Одан кейін мұны 105 келі салмақта шашасына шаң жұқтырған жоқ Илья Ильин. Мұны қазір құттықтап жатыр Илья Ильин телефон арқылы. Бәлкім біз енді білмейміз, бірақ бәлкім ойлаймыз. Қазақстан Республикасы